күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте қарапайым бисквиттің рецептісін ұсынамын. Бізге қажетті ингредиенттер: сүт, ұн, қант, сұйық май, қопсытқыш және де жұмыртқа. Және қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны және қантты салып, жақсылап көтерілгенше миксерлейміз. Ары қарай үстіне сұйық майымызды және сүтті құямыз. Қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, екеуін араластырамыз және сұйық массаға саламыз. Барлығын қосып миксерлейміз. Дайын болған массаны формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Және қызып тұрған пешке 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей бисквитіміз дайын болды. Көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепті ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.